Бүгін біздер қарапайым плов жасаймыз. Ол үшін ет, жуа и 2 штук морковь қосам. Себебі мен тек 2 адамға арналған порция жасаймын және орташа кесемен 1,5 кесе күріш. Ет пен пиязды қызартып қуырып аламыз жақсылап. Сосын үстіне сәбізді саламыз. Сәбізді салып жақсылап сәбіз өз бабына келгенше қуырамыз. Қып-қызыл етіп үстіне жаңағы 1,5 кесе күрішті өлшеп алған кесемен 3 кесе су құямыз. Су бабында қайнайды, бетіне күрішін салып, күріштің бетіне су бетпе-бет болған кезде астын өте төменге басып қойып қоямыз. Өз табымен 15 минутта тамақ пісіп шығады. Өте дәмді. Бұл жерде күріш, лидер күріші. Рахмет. Ас болсын. Жасап дайындап жесеңіздер болады.